Gymkit платформасы оқушылардан ойын түрінде тест алуға өте ыңғайлы платформалардың бірі. Осы арқылы ойынды құрастыруды көргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл жерде оқушылар сабақ барысында қалай орындайды тапсырмаларды, және де сол тапсырмаларды қалай құруға болады, сол туралы толық ақпарат айтылады. Болмаса бәріміз бірінен бір жарымда красавчик екен. Sen iyi sıkıntı kızım. İyi sıkıntı. Obransın. Ay bu pantolon olur bunlardan böyle görüyor. Сұрақ шықпай қалды сенде. Ey ne yaptın etmedi? Ya kalktın görürsün sırak. Ne yapsak şüphe oldu? Demece haksızlıklar. Niye kadar gelmiş? Блин, тратындаш, пожалуйста, сразу жауап беріп алайыншы. Мен арда қатыстым, қызыл көзге жерде қатыстым. Көкке таң. Өзіме де салын ар жаққа салып. Осындай ойын құрастыру үшін Gymkit деп өзіміз жазамыз. Google-ға кез келген платформаға жазамыз да. Интернет платформасына одан кейін барып Gymkit деп жазған осындай өзге окошко ашылады. Соның ішінен регистрация жасайсыздар. Регистрация жасағанда өзіңіздің Gmail аккаунттарыңыз арқылы жасайсыздар. Енді мен де жасалып тұрғандықтан мен логин деп теріп кіремін де өзімнің Gmail аккаунтына тікелей кіре саламын. Кіргеннен кейін менде мұнда тарих бойынша дайындаған ойындарым бар. Енді жаңадан жасау үшін мына жақта новый комплект дегенді басамыз. Соның ішінен жаңа шығады, мысалы тарих бізде 2 деп қояйық, қазақша. Одан тема деген кезде әртүрлі темалар бар. Соның ішінен біз история дегенді бастайық. Следующий. Кез келген өзіміздің сурет таңдауға болады. Мысалы қалған суретін таңдай салайық. Және де енді сұрақтарды құрастыру үшін добавить вопрос деп шығады. Соны басамыз. Мына жаққа сұрақты жазамыз. Кез келген сұрақ. Жай ғана тарих дей салайық. Мына жаққа дұрыс жауабы бізде 1 дейік. Дұрыс емес 2, 3, 4. Кез келген өздеріңіздің пәндеріңізге байланысты сұрақтарды осы жерге жазасыздар. Одан кейін добавить дегенді басамыз. Және бізде міне бірінші сұрағымыз қосылып тұр. Келесі екінші сұрақ. Бізде бұл жерде добавить фото деген бар. Немесе мына жаққа жаңағыдай сұрақтар жазуға болады, сонымен қоса сурет қосуға болады. Добавить фото деп басып, осы жаққа бізге суреттерді қоюға болады. Мысалы, мына жақта тұрған суретті алып осылай қойсаңыздар болады. Закачать дегенді басамыз. Одан кейін алып қоямыз. Суретіміз мына жаққа қойылды. Одан кейін мына жаққа мысалы сұрақ жауабын жазамыз. Бұл жерде бізде суретте берілген Жүсіпбек Аймауытов, мына жаққа Жүсіпбек Аймауытовты жазсақ болады. Одан кейін ары қарай екінші, үшінші деген сияқты сұрақтарды дұрыс емес жауаптарды белгілеп қоямыз. Сосын добавить дейміз. Бұл жақта көріңіздер екінші сұрақ сурет күйінде берілген, яғни аяқта тұлғаны тап деген сияқты. Одан үшіншісі бізде аудиозапись деген бар, яғни аудио қосуға болады. Бұл жақта начать деп басамыз да, мысалы 1, 2, 3, 4, 5 деп сандарды санап, кез келген сұрақты қойып,
основной запись дейміз. Одан кейін мына жақтан тыңдаған кезде сол жауап шығады. Яғни оқушыларға аудио келеді, сол аудионы тыңдап сұрақтарға жауап береді. Мына жақтан новая запись болса, қайтадан жазғыңыз келсе осыны басасыз. Егер осы аудио запись өзіңізге ұнаса, спасать дегенді басып, сақтап қоясыз аудионы. Аудионы сақталды, енді бұған жауабын жазасыз. Кез келген жауап қой. Жауапты жазып, дұрыс жауап болады. Добавить дейсіз, сонымен сіздің сұрақтарыңыз осылай құрастырыла береді. Одан кейін все готово деген бассаңыз, сізде міне тарих 2 деген созданы деп шығады. Осының ішіне кіресіз, балаларға ойната беруге болады. Играть в прямом эфире дегенді басасыз. Осының ішінен шығады. Мысалы, мынау артында тұрған 2D режим дегені бұлар платныйлар 14 күннен кейін ба, содан кейін бұлар жойылады. Яғни бірінші регистрация жасаған күннен бастап 14 күн ашық тұрады. Ал мына тұрған 5 шаблон сіздерде болады. Мысалы, классический дегені бар. Одан кейін бағана видеодан көріңіздер, снежный ойындар бар, яғни қар атысы ойнайтын бар. Сұрақтарға жауап береді, сол сияқты. Мысалы, классический таңдайық. Продолжить деп басамыз. Мына жаққа сіздер уақыт қоясыздар. Мысалы, бұл ойында қанша уақыт қоямыз? 5 минутқа қояйық. Музыка барлығын өшіріп тастаймыз. Кедергі болмау үшін продолжить дейміз. Одан кейін оқушылар өздері осы Dreamkit деп жазып, осы кодты тереді де, сол кезде сіз начать игру деп бастайсыз. Яғни оқушылардың саны шығады, ат жөндері шығады, кім қосылады, начать игру деп бастайсыз. Одан 5 минут аралығында ойнайды. Соның ішінен ақша жинайды, солай жарысып ойнайтын болады. Сабақ барысында сабақ өтуге өте қызықты. Осы платформаны қолдансаңыздар болады.